Ағымдағы жылдың мамыр айында мемлекет басшысы үкіметке Атамекен кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп ауылда егістіктен сөреге дейін кооперациялық тізбекті дамыту жөніндегі пилоттық жобаны іске қосуды тапсырды. Оның негізгі мақсаты шаруаларға өсірілген өнімді тұтынушыға артық шығынсыз және кедергісіз сатуға барынша көмек көрсету болып отыр. Атаулы бастаманы Степногорск қаласының 3 кәсіпкері Өмірзақ Өтелов, Бахром және Абдурахим Андақұловпен өндірістік нысандарында осы жоба іске асырылған Олжас шаруа қожалығы қолдады. Өз өнімдерін өндіруді және оны делдалсыз сатуды шешкен кооперациялық тізбек мүшелерінің бүгінде бұл үшін барлық қажетті ресурстары бар. Олар бастау бағдарламасы және бизнес кеңесші жобасы бойынша оқудан өтсе, Олжас шаруа қожалығы оларды жер учаскесімен және ауыл шаруашылығы техникасымен қамтамасыз етіп, көкөністерді суару үшін оңтайлы жағдай жасады. Ағымдағы жылы кәсіпкерлер қаламыздағы 3 сату нүктесінде сатылатын 3,5 гектар картоп, 0,5 гектар сәбіз және қызылша отырғызып жинады. Жалпы жиналған өнім 40 тоннаға жуық көкөніс өнімін құрады. Бұл кооператив мүшелеріне 6 миллион теңгеге жуық табыс табуға мүмкіндік берді. Бұл жоба пилоттық түрде жүзеге асырылды. Нәтижесінде кәсіпкерлер қажетті тәжірибе алды. Алдағы уақытта олар Нұр-Сұлтан қаласы мен Ақмола облысының нарықтарын ашыға отырып, егіс алқаптарын 20 гектарға дейін ұлғайтуды жоспарлап отыр. Кооператив қатысушылары болашақта Степногорск қаласының көкөністерге деген қажеттілігін толығымен қамтымақ. Өйткені қала тұрғындары олардың өнімдерінің тек сапасын ғана емес, қолжетімді бағасын да бағалайды. Осы жобаны іске асыру шаруа және фермер қожалықтарын үйлестіруді қамтамасыз етіп, ауылдық өңірлердегі әлеуметтік жағдайдың жақсаруына оң әсерін тигізбек.